Менің бір үлкен қара чемоданым бар. Соны кеше ашып қарадым, көптен қараған жоқпын ғой деп. Ішінде көп газеттер, журналдар, Айна газетін білесіздер ме? Мынау санаулы өмірімнің ең қызық кезеңдері Батыс Қазақстан облысының мәдениеті мен баспасөзінде өткен екен. Шіркін-ай дейтін. Мынау Ғарифолла Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық филармониясының 40 жылдығына 2006 жыл шыққан. Бүкіл тарихы жаңағы ішінде барлық суреттер, Рафқат Халидтің фотоқорынан дейді. Енді мынадай Ғарифолла Құрманғалиев атындағы филармонияға байланысты. Бұл да менің қолымнан. Мынау Батыс Қазақстан облыстық әмбебап кітапханасы Жұбан Молдағалиев атындағы. Ескі кітаптар, осылардың өзім қолыммен фотоға түсірдім. Барлық шаралардың басына аяғына қатысып, 300-ден ән өздірген Мұхит Мералұлы. Мынау Атамекен ән байқау Қаратөбенің Ескендір Хасанғалиевтің сол кезде әртүрлі кезеңдердегі түсірген суреттеріне шыққан халық шығармашылығы орталығы. Орал қаласы деген алғашқы кітапша журналым. Ішінде осының таңдаулы фотоларым енген. Шамғон Қажығалиев атындағы дирижерлар байқауы. Мына бір сурет, менің қызық суретім. Казахстанский правда газетіне шығыпты да, астына басқа біреудің аты Қарағанды қаласы деп шыққан екен. Кейіннен кешірім сұрап хабарласып жатыр ғой. Сырым Батыр, Сырым ауданында өткен шаралар міне. Сырым шыққан төбенің ашылуы кезде әртүрлі кезеңдердегі. Ең қызық сәттерім осы баспасөз бен мәдениетке арналған. Енді мына қызықты қараңыздар. Мынау Қаратөбе ауданында Еңбекту газеті бұйырса ертең 95 жылдығы. Қазір Қаратөбе өңірі деп аталады. Мұнда менің жақсы балалық шақтарым өтті. Көптеген ағайлардан тәрбие тәлім алдым. Оқушы кезінде осы газеттерге мақала жазып отырдым үзбей. Құсманов ағамыз редактор болды. Қайыржан Қасанов өлкетанушы, жауапты хатшы. Исатай Сердалин ағамыз газеттің редакторының орынбасары. Ескі Қаратөбеде мына бұрынғы аудандық партия комитетінің ғимараты болған дейді. Советский көшесі деп аталды. Сонда орналасты. Жиі баратын едім. Қайыржан ағамызбен қарама-қарсы Құспанова Жария деген апамыз отырды. Екеуі бір кабинетте. Ылғи маған тапсырмалар береді. Мына қарап отырсаңыз, мен өзім әр жылдарда шыққан газеттерден жинап қойған міне. Қымбат апа. Бұл мына біреулеріңіз білуі мүмкін, Қаратөбеде Орынтайып Манат деген нотариус бар, соның мамасы Қымбат апай. Ең мықты дәрігер, Қалдығайты өңіріне танылған. Осы кісі туралы жазғанмын. Енді бала кезімден әртүрлі мақалалар жазып жүрдім ғой, тапсырмалар береді. Мына жерде Сақман кезі. Мына осы аға шопанда ылғайда бір қойы 5 қозыдан туатын еді. Ең қызық сәттеріміз осы. Аға апалардан көп үлгі алдық, тәрбие алдық. Ата-анамыз тәрбие берді ғой, берге жақсы берді тәрбиені. Ұстаздар, Әкем Халел Белжас Қалдығайты орта мектебінде директор болып зейнетке шықты. Мамам да сол Қалдығайты орта мектебінде ұстаз болып, қазір 90-да әкеміз дүниеден өтіп кетті. Тәлім тәрбиесін алдық. Енді көбіне осы мына газеттің ұжымы, көптеген аға апалар ортада көп жақсы тәрбие берді, тәлім берді. Бәріне де рахмет. Ең бір қызығы бүгін шығып тұр. Ол кезде баспасөз күні 5 мамырда тойланатын еді. Жасты Халеп Рафқат Қалдығайты орта мектебінің оқушысы аудандық газетке жастар өмірін жариялауға ат салысқан үшін баспасөз күні құрметінен наградталады дейді. Аудандық комсомол комитетінің хатшысы
Ерғалиев әлі сақтап отыр. Бұл қай жыл болған екен? 88 жылы берген. Енді мына газеттің біздерге жастардың өркендеуі көп себеп болды. Мына Қалдығайты совхозына партком болып келді Тойшыбар Әжі апамыз. Жаңашыл, өте жан жақты. Жастармен жұмыс істеді, тартты, көп жаңағы білмегенімізді үйретті. Кейіннен аудандық партия комитетінің хатшысы болғанда осы газетке бірден бір жанашыры болды. Ол Қаратөбе ауданының Қаратөбе өңірі газеті. Ертеңгі мынау газеттің төл туған күні 95 жылдық мерейтойы құтты болсын. Творчестволық табыс тілеймін. Осындай менде көптеген әлі де жаңағы газет журналдар көп. Кейіннен осы Қаратөбе ауданынан еңбектеуден бастап жазғандарым ұласып көршілес шетелдік газеттерге Егемен Қазақстан, Жас Алаш, Ана тілі, қазақ әдебиетіне әлі күнге дейін үзбей басылып келеді. Алғашқы еңбек жолымды деп айтуға болады. Осы Қаратөбе еңбектеу газетінен бастадым. Қаратөбедегі. Рахмет саған, еңбектеу газеті, Қаратөбе өңірі.